Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіздер. Балалар, сендер қазына сөзін қалай түсінесіңдер? Қазына деген ол құнды заттар жинайтын жер екен, иә? Неше балалар қазына еліне барғыларың келе ме? Иә. Қазір мына сандықшаның ішінде балалар қазына елі бізге хат жолдады. Қазір ашып оқып көрейік, иә балалар? Ең мұқият тыңдаңдар. Балалар, бізге қазынаға апарар жолдар бар екен. Балалар, қараңдаршы, біз қайда келдік? Қазына еліне келдік, иә? Қараңдаршы, балалар, қазына елінде көптеген металл сатылатын нелер көп екен, иә? Заттар көп екен қазына елінде. Көрдіңдер ме, балалар? Қандай керемет, иә? Ендеше балалар, қазына елі бізге бірнеше тапсырма берді, иә? Сол тапсырмаларды қазір бәріміз бірге орындайтын боламыз, балалар. Жарайды ма, балалар? Иә. Балалар, біздің қазына елінің бірінші тапсырмасы сендерге бұл қазыналардың ішінен мына қолдарына берілген магнит арқылы судың құмның ішінен қазыналарды тауып алыңдар дейді. Сендер металлдардың ішінен тиынды ажыратып таптыңдар ма? Иә. Өте жақсы, жарайсыңдар. Балалар, тиын дегеніміз не? Тиын дегеніміз бұл ақша, иә балалар? Тиынның пішіні қандай, балалар? Дөңгелек, иә? Тиынды ұстағанда ол қандай? Қатты. Дұрыс айтасыңдар. Ал тиынның түсі қандай болады? Ашық, сары түсті болады, иә? Жарайсыңдар. Балалар, сендер тиын туралы, ақша туралы жақсы біледі екенсіңдер. Ендеше келесі тапсырмамыз мақал-мәтелді жалғастыр деп айтылады. Ендеше ақша туралы, тиын туралы мақал-мәтелдерді білесіңдер ме? Иә. Ендеше мен бас жағын айтамын, сендер жалғасын тауып көріңдер, жарай ма? Иә. Ал енді бастаймыз. Тиыннан не құралады? Теңге құралады, дұрыс айтасыңдар. Ақшаң болса қалтаңда, ақылың болса басыңда, дұрыс айтасыңдар. 100 теңгем болғанша 100 дұрыс айтасыңдар, 100 досым болсын дейді. Жылқы құлыннан өседі, теңге неден өседі? Тиыннан өседі. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Мақал-мәтелді сендер ақша туралы жақсы біледі екенсіңдер. Балалар, ендеше келесі тапсырмаға өтейік, иә? Келесі тапсырма бізде тиынды танимын ба деген қимылды ойын. Қолдарына берілген тиындарды сәйкестендіріп, жердегі тиындарды жинап алуымыз керек. Қарақат. Ал Еркеназ неше 100 теңге жинады? 3. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырма сіздерге. Балалар, біз ақшаны таниды екенбіз, иә? Ақшаны бізге кім әкеледі? Мамамыз. Иә? Олар ақшаны қайдан шешіп алады, балалар? Банкоматтан. Ал сендер банкоматтан ақша шешіп үйренгілерің келе ме? Иә. Балалар, қараңдар. Бұл бізге ақша шешіп беретін банкомат, иә? Бұл банкоматтан біз ақшаны алу үшін бізге алдымен карточка керек. Карточканы тетікке былай саламыз, иә? Содан кейін бізге ол, мына жерден біз 4 санды нөмірді тереміз. Содан кейін бізге банкомат ақша береді. Содан кейін банкоматты қайтадан алуды ұмытпаймыз. Түсіндік пе, балалар? Иә. Балалар, қолдарындағы не? Ақша. Енді қараймыз. Балалар, ақша неден жасалған? Қағаз. Қағаздан, иә? Ақшаның пішіні қандай?
ya. Ақшаны бала жыртуға бола ма? Болмайды. Мұжыруға бола ма? Болмайды. Бала, мынау 500 теңге. Оның түсі қандай болады? Көк болады. Ал мынау 1000 теңге балалар, түсі қандай екен? Сары болады. Ал мынау балалар 2000 теңге. Оның түсі қандай? Жасыл. Ал мынау балалар 5000 теңге. Оның түсі қандай? Қызыл. Қарайсыздар? Балалар, ақша бұл құнды зат, иә? Ақша құнды зат. Біз оны заттарға айырбастаймыз. Біз ақшаны береміз, өзімізге қажетті заттарды не істейміз? Сатып аламыз, иә? Жарайсыңдар. Балалар, біз ақшаны қайда жұмсаймыз? Дүкенге жұмсаймыз, иә? Қараңдаршы мына суретке балалар, не көріп тұрсыңдар? Біз ақшаны қайда жұмсаймыз? Не сатып аламыз? Азық-түліктен сатып аламыз, иә? Ақшаны жұмсап. Өте жақсы, жарайсыңдар. Келесі суретке қараймыз, балалар. Балалар, бұл ненің суреті? Дәрі-дәрмектер, иә? Ақшаға біз не сатып аламыз? Дәрілер сатып аламыз, иә? Бұл дәріні біз қай кезде сатып аламыз? Ауырып қалған кезде дәрілерді біз ақшаға не істейміз? Сатып аламыз екен. Жарайсыңдар. Ал келесі суретке қараймыз, балалар. Біз ақшаны қайда жұмсаймыз? Үйге қажетті заттар алуға жұмсаймыз. Балалар, сендер өте жақсы тапсырманы орындадыңдар. Балалар, ақша тиын. Адамның қолында келесі адамға бір қолдан қолға айырбастау жүретіндіктен ол не істейді? Кірмейді, иә? Лас болады. Балалар, ақша ұстағаннан кейін қолымызды жуып жүруіміз керек. Ендеше балалар, біздің тап басқан тиындарымызды қазір мынау лимон қышқылымен және сусын арқылы екеуін араластырамыз да, сонымен тиындарымызды тап басқан жерлерін не істейміз? Тазалап ағартатын боламыз, иә балалар? Қағаздың астына қоямыз да, үстінен бояймыз. Сонда тиынның суреті шығады. Қазына елінің тапсырмаларын бәрін жақсы орындап келе жатырмыз. Өте білімді балалар екенсіңдер. Жарайсыңдар. Ендеше бойымызды сергітіп, теңге алып ойынына кезек берейік, иә? Балалар, бүгінгі қазына еліндегі тапсырмалардың барлығын өте жақсы орындадыңдар. Жарайсыңдар. Ал енді балалар, қазына елі сіздерге мұнда сандықшаға бір сыйлығын тастап кеткен екен. Оның ішінде не бар екенін қазір ашып көретін боламыз. Біз бір шаңырақтың астында барлығымыз тәрбиеленіп жатырмыз, иә балалар, ақшада? Ендеше бұл киіз үй жай ғана киіз үй емес екен, балалар. Қазына елі бізге мұнда ақша қобдишасы қылып дайындап кеткен екен. Осы ақша қобдишасына барлығымыз тиындарымызды салып, балабақшамызға ойыншық аламыз, иә балалар? Бүгінгі ақша туралы, тиын туралы, теңге туралы іс-әрекетімізді осымен аяқтаймыз. Балалар, тиынның пішіні қандай болады дедік? Ақшаның пішіні қандай болады дедік? Төрт бұрышты, иә? Ақша неден жасалады дедік? Айтасыңдар. Ақша қағаздан. Оны ақшаны не істеуге болмайды, балалар?